есімдеріңіз. Және де Аллах Тағала Құранда айтады: қалдықтарыңызға махр сыйлығын ықыласпен беріңіз. Яғни махр сыйлығы біздің тілмен айтқанда неке сыйы. Іңкәр Шәкен қызы сізге сөз береміз. Неке сыйлығынан Азамат Дияздан не сұрайсыз? Атап өтсеңіз болады, сұрасаңыз болады. Сіздер алдын келістіңіздер ме? Сіздер уәкел естіңіздер ме? Алып бересіз бе? Алла сіздер береке берсін. Шәкен қызы Іңкәр өзіңіздің ықыласыңызбен, өз ниетіңізбен Азамат ұлы Диязға тұрмысқа шығуға келісіңізді бердіңіз бе? Азамат ұлы Дияз өзіңіздің ықыласыңызбен, өз ниетіңізбен Шәкен қызы Іңкәрді адал қабыл алдыңыз ба? Алхамдулиллахи-ллази завваja al-arwaha bil-ashbah wa halala an-nikah wa harrama as-sifah. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاة والفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Асарақымды ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Сіздердің осы сәттен бастап ақ некелеріңіз қиылды. Шынайы жүрекпен құттықтаймыз. Алланың алдында, періштелердің алдында және адам баласының алдында сіздер ерлі зайыпты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Алла жолдарыңыз ашық болсын. Журналға сіздер қол қоясыздар, куәгерлеріңіз қояды. Жастар бақытты болсын. Енді қасиетті Құранда Аллах Тағала осы мұсылман отбасы жайлы былай деп баян етеді: «Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна». Олар сіздерге киім тәрізді, сіздер де оларға киім тәрізді. Мен неке қиылғаннан кейін сіздер бұл дүниеде бір-біріңізге ерлі зайыпты болыңыздар. Аллах бұл сіздерді бұл дүниеде бір-біріңізге киім деп сипат етті. Яғни әрине тілдік мағынадағы, тікелей мағынада емес, ауызбалы мағынада бұл ең жақын адам болғандарыңыз жайлы баян етіп отыр. Ең жақын адам, ең жақын дос, ең жақын жар болыңыздар. Сол себепті жастар бұл дүниеде бір-біріңізге киім сияқты адал жар болыңыздар. Қуаныштарыңызды бірге бөліңіздер. Алла тарапынан бір емтихан келсе, одан бірге өтіңіздер. Енді Дияз Іңкәр Шәкен қызының ата-анасы өз өсіріп тәрбиелеген, мәпелеп өсірген қызын сізге тапсырды. Сіз жаңа куәгерлердің алдында қабыл алдым деп айттыңыз. Ол дегеніміз жауапкершілік, аманат сізге өтіп отыр. Сосын ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сияқты сіздердің жақсыларың өз отбасына жақсы қарағандарыңыз деп ер азамат отбасының бақытшысы және өз отбасына жауапты дейді. Яғни Алланың алдында ол аманат болғаннан кейін адал ырзық, адал нәпақа тауып беріп, отбасыңызды әрдайым тек қана жақсылыққа шақырып, жаманшылыққа жол беру ер азаматтың парызынан болады. Азамат қызы Іңкәр Шәкен қызы, әрине сіз өзіңіздің отбасыңыздың отағасы болған, Диязды құрмет ету, оған әрқашан адал жар болу, оның тауып берген нәпақасына разы болу, мұсылман келудің парызы болды. Бақытты болыңыздар. Және де айта кетейін, бұл жерде сіздердің ата-аналарыңыз, үлкендеріңіз отыр. Ардақты пайғамбарымыз дейді: ата-ананың разылығы Алланың разылығы, ата-ананың ашуы Алланың ашуы дейді. Біздің дінімізде де үлкендерді құрмет ету, оларға қызмет жасап батасын алу біздің міндетіміз болады. Осыдан ұмытпаңыздар. Бақытты болыңыздар. Біз сіздерге қазір неке куәлігін табыс етемін. Қабыл алыңыздар. Неке куәлігі. Алла сіздердің жолдарыңызды ашық болсын. Мешітте біз сол шақалықта болмайды. Мешіт ол Алланың үйі, театрда болады. Аллаху акбар дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям